Бір купеде 4 жолаушы, екеуі өндірдей жас бой жеткен, екеуі орта жастардағы әйел. Алматы мен Астана арасына қатынайтын жүрдек пойыздан орнынан баяу жылжи бастағанда, бағанадан бері терезеден тысқа телміріп қарап отырған Алма өксіп-өксіп жылап жіберді. Терезенің арғы жағында тұрған жігіт жүрісі жылдамдай бастаған пойызға шарасыздықпен қарап селтиіп тұра берді. Бұл көрініске куә болған купедегі қалған 3 жолаушы әрқайсысының өздерінің кездесу мен қоштасу сәттерін естеріне алды ма, пойыз жүрісі үдеп, көп қабатты үйлерге көрінбей кеткенге дейін үн-түнсіз отырысып қалды. Сәлден кейін ғана төменгі орында отырған орта жастардағы жылы жүзді әйел бұған қарап тіл қатты. Қой қызым, жылама, бүгін қоштассаңдар, ертең қауышасыңдар. Қыз одан бетер жылады. Жігітіңнің аты кім? Бұл сұрақты жігіттің атын білгісі келіп емес, қыздың көңілін басқаға аудару үшін қойды. Саян, жоғары сөреде келе жатқан қыз оқыс тіл қатты. Саян, ха-ха, темекінің аты ғой бұл. Ешкім қосыла күлмеген соң жым бола қойды. Алма оған жас толған жанарын төңкере жақтырмай қарады. Махаббат деген бір ғажайып сезім ғой шіркін. Жылы жүзді әйел бұл сөздерді дауыстап айтам демеген сияқты. Ішкі ойы, жүректегі толғаныс сезімі абайсызда сыртқа шығып кеткенін байқамай қалғандай, сонысына ыңғайсызданып, ду ете қалған жүзін алақанымен көлегейлеп күліп алды. Сосын жоғарғы төсекте жатқан қызға қарап, мына қызым кәрі адамдар да махаббат туралы айтады екен ғой деп тағы да күлетін шығар деді. Кәрі адам жас болмап екен, бағаналы бері үнсіз отырған екінші әйел сөзге араласты. Бірақ ол шіркін біреуге бақ боп жолығады, біреуге сор боп жабысады ғой. Ну, апашки ударились в воспоминания. Жоғарыда қыз күле сөйледі. Может, шынымен айтып берерсіздер махаббаттың қандай болатынын. Саған пайдасы болса несі бар, айтар едік. Жоғарыда жатқан қызға қарап сөйлеген бірінші әйел қарсы алдында отырған әйелдің қолдауын күткендей оған күлімсірей көз тастады. Солай емес пе, құрбым? Айтпақшы, мыңның түсін білгенше бірдің атын біл деген ғой. Бір-біріміздің жөнімізді айта отырайық. Менің атым Ділда. Астанада тұратын балаларыма бара жатырмын. Дұрыс болған екен. Менің атым Шакизат. 1-2 жылдан бері сол жаққа барып, аздап сауда-саттық жасап жүрмін. Бәрі де сол балалардың қамы ғой. Менің атым Лейла, деді жоғары жақтан төмен қарап жатқан қыз. Вообще-то апашкам Ләйла дейді, бірақ маған Лейла деген ұнайды. Алма, деді әлі де көз жасын сүрткіштеп отырған қыз. Міне, адам тілдескенше, жылқы кісінескенше деген осы, деді Ділда жарқылдай сөйлеп. Қане қыздарым, сендер мына апаларыңа қызмет көрсетіп жіберсеңдер, Ләйла, сен барып шайнекпен қайнаған су алып келе ғой. Алма екеуміз дастархан жасап жіберейік. Ләйла барып су алып келгенше Ділда сөмкесінен не бір тәмді тәтті тамақтарды шығарып қойып шағын үстелдің үстіне жайнатып жіберді. Бергамот қосылған үнді шайын рахаттан ішкен төртеу не бір қызықты оқиғаларды тілге тиек етіп, лездің арасында емен жарқын сөйлесіп кетті. Апа, сіздер махаббат туралы айтып береміз деп едіңіздер ғой, деді Алма бір кезде Шакизатқа қарап. Шакизат аттының ала қашты. Қой, қайдағы жоқты қозғамай, неге жоқты дейсіз, не сонда махаббат жоқ па деп сөзге араласты Ләйла. Онда мына Алма неменеге ана жігіттің қалғанына жылап отыр, түсінбедім. Ол енді сөздің ретімен айтылған нәрсе ғой, әйтпесе бар жоқ дейтіндей мен кіммін деп ақтала сөйледі Шакизат. Мен емес, мына Ділда ғой, махаббат деп ақырып отырған, айтатын шығар хикаясын. Осылай деп күле сөйлеп Ділдаға көз тастаған Шакизат оның терезенің сыртында дөңгеленіп қалып жатқан далаға жанары жасаурап, елжірей қарап отырғанын көріп, салмақты күйге түсе қойды. Ау құрдас, мына балалар махаббат бар ма деп отыр ғой. Бар. Оның күрсіне айтқан бірақ ауыз сөзінен кейін ешкім ештеңе демей купе іші үнсіздікке бөленді. Осылайша біраз отырып қалған соң Ділда қасындағы серіктеріне жағалай қарап, қараңдаршы, даламыз неткен кең, қып-қызыл гүлдері қандай тамаша. Аспанға қараңдаршы, бір шөкім бұлт жоқ, көкпенбек болып көз тартады. Мына зеңгір көкке көтеріліп құстар шыңдар деп тұрған жоқ па? Ал ұшу үшін адам өзін бақытты сезінуі керек, ғашық болуы керек, деді. Купедегілер кенеттен шабыттана сөйлеген Ділдаға аңтарыла қалады. Ләйла Алманы бүйірінен түртіп қалып, иығын қомдап қойды. Түсінбедім дегені. Махаббат бар ма деп отыр ғой мына қызым. Бар қалқам, дүниені ұстап тұрған махаббат. Адамдардың бір-біріне деген іңкәрі, мына күндей шуақты, мына аспандай тап-таза сезімі. Біз екеуміз алғаш жақын тілдесіп,
бір-бірімізге жанымыз жақын адам екенімізді ұғысқан күн тап осындай сәулелі шуақты еді. Терезеге қарап көз ішінде қалып жатқан қызғалдақты даладан көз айырмай отырып әңгімесін бастаған Ділдә қиялымен бұдан 20 шақты жыл бұрынғы кезді есіне алып жымиып қойды. Мен ол кезде бір үлкен мекемеде қызмет істейтінмін. 90 сайын облыстардан есеп беруге адамдар келеді, жай келмейді, ауылдың дәмі еді деп сәлем сауқат ала келеді. Есептерін уақытылы жақсы өткізсе, бөлімімізбен түгел қонаққа шағырып жуатындар бар. Ондайда улап-шулап мейрамханаларға барып көңіл көтеріп бірге сергіп қалатынбыз. Көбіміз жаспыз, 30-дың о жақ бұжағындағы кезіміз ғой, балалы шағалымыз. Сондықтан аздап шарап ішіп, ән айтып, би билегеннен араға ешкім бара қойған жоқ-ау деймін. Әйтеуір басқаны қайдам, өзім сондай едім. Әркім өзіне қарап тон пішеді деген ғой. Өзім түзу жүрген соң басқалар да туралы да аға тойдан аулақпын. Келе-келе тобымыз бөлшектеніп, есеп беруге келетін кісілер өзінің жұмысына көмектескен адамдарды қонаққа жекелеп шақыратын болды. Бұл да түсінікті. Қанша дегенмен оларда бір жалақыға қараған, әр шиеттей бала-шаға асырап отырған адамдар ғой. Сондықтан бұндай бөлінушіліктерді ешкім сөкет көрген жоқ. Мен ол кезде тұрмыста болатынмын. Үйелмелі-сүйелмелі ұл қызым бар. Жасыратын жоқ, ол менің өмірімдегі ең бір жүдеп жүрген кезім болатын. Кезінде сүйіп қосылған жарымнан көңілім қалып, өзіме мәлім болған жайларды жұрт біліп қояды ма деп сыртым бүтін, ішім түтін күн кешіп жүргенем. Қанша қиналсам да ешкімге ештеңе білдірмеймін. Түк болмағандай жарқ-жұрқ етіп күліп жүремін. Жұмысыма тастаймын. Әуелде Алматының физика-математика кітабында оқыған кезінде қаланың негіздің мықтылығынан болса керек, есеп-қисап бөлімдегі басқаларға қарағанда жүйрікпін. Содан да болар, елдеріне тез қайтқысы келген кісілер көбіне мен төңіректейді. Кейбіреулер алдын ала телефон шалып, бәлен күні барамын деп тез қайтуым керек еді. Сіз көп жұмыс алып қоймаңызшы деп өтінетін. Ол алғашында мен үшін сондай көп кісінің бірі ғана болатын. Жасымыз шамалас, менен 2-3 жас қана үлкен болғанымен өмірден көргені, түйгені әлдеқайда мол ақылды жігіт екенін байқау қиын емес. Оның үстіне өте әдепті, мәдениетті жан болып шықты. Бір рет қателесіп, бүкіл есебін білдіріп алғаным бар. Сабазын қабақ шытқан жоқ. Одан кейін де сөйлеп, қалайда ренішін білдірсе, әлдеқайда жеңіл болар еді. Жарайды, жұмыс болған соң кім-кімде қателеседі ғой. Әлі 2 күн уақытымыз бар, үлгереміз деді. Бір күн бір түн отырып, жұмысының басынан аяғына дейін қайта жасап шықтым. Ол есебін уақытылы тапсырып, риза көңілмен еліне аттанып кетті. Кетерінде мен сіздің біліміңізге, қабілетіңізге тәнтімін деді бар болғаны. Ақсары жүзді, тұнжыр қара көзді кісі еді. Осылай деп мөлдіре қарағанда алғаш рет жүрегім шым ете қалды. Үйге келсем күйеуім жоқ екен. Ала көлеңке бөлмеде отырып екеуміздің жас кезімізде қол ұстасып қыдырған кездерімізде жаңбыр жауса мені қорғалап, костюммен қаусырып алатын, қызғалдақ алға шыққанда арсалаңдай күліп шоқ-шоқ гүл әкелетінін есіме алдым. Қай оқиғаны есіме алсам да, аяғында ақсары жүзді кісінің мөлдірей қарағанын көз алдыма елестетіп отырғанымды байқап, таң-тамаша қалдым. Бейне бір жастық шақтағы қызықты қуанышты жайлар басымнан өтпегендей, әлде олар сонау 15-20 жыл бұрын болғандықтан ұмытыла бастады екен. Күйеуіме көңілім қалған сәттерде, ол үйге бірде түнеп, бірде түнемей жүрген күндерде, ақсары жүзді кісінің елжірей қарап, жылы сөз айтқан кездерін еске алсам, бойым жеңілдеп қалатынын байқадым. Бірақ бойымды билеген сезім бір жаққа тартса, ақыл басқаны айтады. Ойдың шығына жете алмай, талай таңды ұйқысыз қарсы алдым. Бір күні анам қыдырып келді. Жылдай осылай арқаланып бір келіп кететін. Күйеу баласының оғаш қылықтарын айтқан жоқпын. Анам өзі ақ білді. Өйткені анам келген күндерде ол қашанға әдеті бойынша үйде түнемей жүрген. Жұбайлық өмірге бақыттан жүзі бал-бұл жайнап аттанған қызының бүгінгі жүдеу кейпін көріп, анам байғұс жасып қалды. Үхілеп, көз жасын сығып алып жүргенін көріп, өзімді ұмытып анамды аядым. Bir күні кішкене көңілін аулайын деп, бала күнімдегі әдетіммен тізесіне басымды қойып жатыр едім. Апам шашымнан сипап отырып, ет пен терінің арасындағы желі ғой, қай еркекте болмасын осындай бір желік болады. Басылады ғой, шыдап бақ, балаларыңды ойла деді. Мен алдында дыбыс шығармай жылап жата бердім. Ақыры сезімнен ақылымды басым етіп, қиюы қашқан тұрмысымды қалай жөндеймін деп жанталастым. Өкінішке орай жолдасым мен сияқты тырысқан жоқ. Керісінше үй ішіндегілер қайда кетеді деп ойлады ма, әйтеуір даланың қызығы тартты да тұрды. Әйел байғұс қашанғы әуелі баланы ойлайды ғой, мен де ұлым мен қызымды жәутеңдетпейін деп
Күйеуім өнер үстіне өнер шығарып, үдеп бара жатса да бәріне көндігіп жүре бердім. Бірақ адам шаршайды екен. Отау құрып от жаққанда, от маздап жанып тұру үшін ерлі-зайыпты адамның екеуі де әлсін-әлсін тамызық тастап отыруы керек. Оны мен қазір осы жасқа жеткен кезде түсініп жүрмін ғой. Ол кезде ақыл айтып, жөн сілтейтін де адамдар болмады. Ешкімге тіс жарып ештеңе айтпаған, ақыл сұрамаған өзім де кінәлі шығармын. Бала-шаға, отбасының қамытын мойныма киіп, жалғыз өзім өрге сүйреуден болдырғаным рас. Тіпті өліп қалғым келген күндер болған. Балаларымды қимадым. Өстіп жүрген кезде ойда жоқта ол кісі келді. Әлде бір делегацияның құрамында басқа жаққа кетіп бара жатыр екен. Бірер сағат уақыты болған соң бізге шейін соғыпты. Қуанып кеттім. Бірақ іште лап ете қалған қуанышымды басып, салқын ғана амандастым. Ол кісінің де алғашында күлімдеп тұрғанымен мен елпілдей қоймаған соң жүзі солғын тартты. Бөлімдегі кісілермен анау-мынау жайлар туралы сөйлесіп, жарты сағаттай отырды да жөніне кетті. Қоштасарда қолымды қысып, бәрі дұрыс па, түріңіз жүде ғой, өзіңді күтсейші деп біресе сен деп біресе сіз деп сөйлеп, тағы да мөлдірей қарады. Өзімнің күйеуім жүдеп жадағанымды күнде көріп жүріп, бір ауыз жылы сөз қимағанда, мынандай жанарсыз сөз есту ауырақ еді. Ішім ұлып қоя берді. Лық етіп жас толған жанарымды көтере алмай, көзіммен жер шұқып, басымды шайқадым. Ол менің қысылмасын деген болар, басқалармен тез-тез қоштасып шығып кетті. Сөйтіп күндер сырғып өтіп жатты, көктем келді. Елімізде сол жылы жеңістің 45 жылдығы аталып өтетін. 20 жасында соғысқа кеткен менің әкем тірі болса, сол жылы 65-ке толар еді. Бөлімде бірге қызмет істейтін Ғалияның әкесі 75 жасқа толады екен. Осыларды айтып дабырласып отырғанымызда кенеттен есік ашылып жарқ етіп ол кіріп келді. Бөлмедегілер шу ете қалды. Бір-бірімізден ауыл елдің, бала-шағаның амандығын сұрасып, мәз-мәйрам болдық. Келмей кеттіңіз ғой деп бөлім бастығымыз Сафия апай қуана сөйлеп, біз сізді әбден күттік, шын күттіңіздер ме деп ол жарқылдай сөйледі. Сосын менің үстеліме тақалып, сіз де күттіңіз бе деп сұрады. Күтті деп шуласты бөлмедегілер. Онда мұны жуу керек деді ол, бәрімізді айналдыра қарап. Сосын лезде байсалды қалыпқа түсіп келген шаруасын айтты. Биыл көктемде жауынгерлік жолын Фин соғысынан бастап Жапон жерінде аяқтаған әкесі 70 жасқа толады екен. Өкінішке орай бұл күнге жете алмапты. Сондықтан әкесіне оның майдандас достарының рухына арнап ас бермекші екен. Соған бізді шақыра келіпті. Бөлмедегілер тағы гуілдей жөнелді. Менің әкемнің, Ғалияның әкесінің майдангер екендіктерін, олардың да соғыс салған жарақаттың зардабын, ерте көз жұмғандарын айтып жатты. Міне, біздің ауылға барып сол әкелерімізге ас беріп құран бағыштайық деді ол, тағы да бәрімізге жағалай қарап. Мен мейрам күні автобус алып келемін. Ауыл алыс емес, 4-ақ сағаттық жерде. Қалай, келісесіңдер ме? Келісеміз дедік бәріміз. Айтқандай-ақ демалыс күні ол автобус алып келді. Бәріміз улап-шулап мініп, оңтүстікке қарай жол тарттық. Дала тап осы бүгінгідей болып құлпырып жатқан, тура кілем төсеп тастағандай көздің жауын алады. 1-2 сағат жүрген соң тоқтап, далада дастархан жайып отырыс жасадық. Автобусқа қайта мінгенімізде артқы жақта отырған ол, Ділда, мында келіңіз, мен сізге орын алып қойдым деді. Орным бар ғой дей беріп едім, қасымда отырған София апай, бар, мен кеңде отырғым келіп саған айтуға ұялып келе жатыр едім. Жақсы болды ғой, ей шырағым, біз жеңіл машинада шайқатылып жүріп үйренген жан емеспіз де, мынау бір дұрыс ақыл болды ғой деп орындықтың ортасына қарай сырғып отырды. Ол кезде түсінбеппін. София апай мені шақырған жаққа барсын деп әдейі солай істеген екен-ау. Қасына барып отырдым. Жол бойы ол туған жерінің тарихын, оның әр ауылының, өзені мен көлінің, тауы мен төбесінен тарихын әңгімеледі. Сөз арасында өзінің есімінің де тауға байланысты қойылғанын айтып кетті. Әкесінің майдандас досы сол таудың етегінде туған екен. Бір алапат шабуылда оққа ұшыпты. Әкесі мұны еркелеткенде, досыма қойған ескерткішім дейді екен. Бір кезде қолымды қолына алып аялай сипап қойды. Қолың қандай кішкентай, саусақтарың нәп-нәзік, соншама ауыр заттарды қалай көтересің деп кенет, қандай заттарды деп таңырқай сұрадым. Ол қып-қызыл болып кетті. Сосын шынын айтты. Бір келгенде күн демалыс болатын, сыртыңнан да болса көріп кеткім келді. Адрес бюросынан қайта тұратыныңды біліп алып, машинамен үйіңнің қасына барып тұрғанмын. Бір кезде көше бойлап көтеріліп келе жатқан балаң екеуіңді байқадым. Базардан
келе жаттыңдар-ау деймін, қолдарыңда қос-қостан дорба бар екен, тамақ жеуіміз керек қой. Иә, керек. Астан кейін сол автобустан қайтадан қалаға келіп салды. Ділдәжан, деді қоштасарда, саған айтатын бір әңгіме бар. Шынымды айтсам, осы әңгіменің түбі бір қозғалатын іштей сезіп жүрмін. Сезіп, біресе қашан болады деп күтіп, біресе ештеңе де айтпас екен деп тілеп, өзіммен өзім іштей арпалысуда едім. Бүгін ауылына барып, күйеуінің анасын, күйеуінің қасы мен қабағына қарап, қонақтарының алдында зыр жүгіріп қызмет еткен әйелін, алтын асықтай ұлы мен қызын көріп, алып ұшқан көңілімді күшпен бастым. Сол әңгіме айтылмай-ақ қойсыншы, дедім қияла өтініп. Айтпасаңыз да бәрін сеземін, бірақ біз аса алмайтын асулар бар. Өзімізді ғана емес, өзгелерді де ойлайық. Ол біраз үнсіз тұрып қалды. Сосын иығымнан орай құшақтап бауырына басты. Дүрс-дүрс еткен жүрегінің дүпілін анық естіп, бойын кернеп тұрған ер азаматтың әйелге деген құмарлығын айқын сездім. Бірақ өз еркіммен ерік бермей, салқын қандылығымды сақтадым. Ол оны сезді-ау деймін. Көзіме үңіле қарап, неге сонша ақылды боп жаратылдың, деді күрсіне сөйлеп. Біз осылайша қоштастық. Үйіме келіп өзіме қарай қанаттарын жая жүгірген ұлым мен қызымды көріп, қабылдаған шешімімнің дұрыстығына деген сенімім беки түсті. Екеуін кезек сүйіп, неге екенін білмеймін, ағыл-тегіл жыладым-ай келіп. Арада бірнеше күн өткенде, кезекті бір жорығынан қайтып келе жатқан күйеуімді машина қағып кетіп, ес-түссіз күйінде ауруханаға түскенін білдік. Өз-өзіне келген соң ғана мекен жайын айтыпты. Бас сүйегіне зақым келіп, қабырғалары сынған. Ол да ештеңе емес-ау. Соққы дәл бел омыртқасынан тиіп, жұлыны үзіліп кетіпті. Жарты жылдан астам уақыт ауруханада жатты. Екі аяғы жансызданып семе бастаған соң үйге алып шықтық. Дауа болама деп көрсетпеген емшіміз жоқ. Әрқайсысы әртүрлі ем жасап бақты, бірақ жағдайы жақсарды деп айта алмаймын. Бір кезде сал серілік құрып, дүниені жалпағынан басқан адам осылай кәріп болды да қалды. Ертелі-кеш төсекке таңылып жатқан адамның жүйкесі де тозады-ау деймін. Ашулансақ шыдамсыз болып кетті. Ауылдан шешесі келген, тіпті онымен де жоқтан өзгеге ұрсатын болды. Бір күні таныстарымыз телефон соғып, бір сынықшы тапқандарын, ертең алып келетіндерін айтып қуантты. Ол бір елге танымал емші кісі еді. Сынған сүйекті сүрғазымен 7 күн сылайды екен. Ел соғымдарын енді сойып жатқан кез, сүрғазыны қайдан табамыз деп дал болдық. Бір табылса осы кісіден табылар деп, мен бастығым София апайға телефон соқтым. Ол кісі де жоқ болып шықты. Бірақ бәріміз іздестіреміз, бір амалын табамыз, уайымдама, деп көңілімді жұбатып дәмелендіріп қойды. Арада 4-5 күн өткенде үйге София апайдың өзі келді. Қолында түйіншекті жазғанда сап-сары боп сүрленген қазыны көріп, енем жылап жіберді. Жасалған ем жағдайын сәл-пәл жеңілдеткенімен түбегейлі өзгеріс бола қойған жоқ. Үмітсіз шайтан деген ой ғой. Bir күні күйеуім анасына Қорған қаласындағы атақты Елизаровтың институтына барғандар жазылып кетеді екен дегенді айтыпты. Ана байқұс бала дегенде жаңғалама. Күн-түні баласын сонда апаруды армандайтын болды. Баяғы кеңестік кездегідей ауруханалар тегін емдемейді деп ойлады ма екен. Ал кешегі біртұтас мемлекет ыдырап, әрқайсысы өз алдына бөлек-бөлек ел болып кеткен, тіпті ақылына қонбайды. Көп ақша керек екендігін естігенде, ауылдағы сауып отырған сиырымды сатсам да емдетем, деді. Қайран ана сиырының ақшасы жарты жолын өтеуге де жетпейтінін қайдан білсін. Содан жанталасып ақша іздей бастады. Ұжымыма рахмет, қомақты қаржы жинап берді. Ағайын туыс ауыздарынан жүріп өз үлестерін қосты. Қорғандағы институтқа телефон соғып сұрастырып едім. Жинаған ақшам қажетті соманың жартысына да жетпейтін болып шықты. Соқыр көргеннен жазбайды деп, тағы да София апайға мұңымды шағып көмек сұрадым. Таныстарыңыздан қарызға тауып бересіз бе деймін, іздестірейік, деді апай бұл жолы да. Арада 5-6 күн өткенде София апай хабарласып, ақша тауып қойғанын айтты. Апыл-ғұпыл киініп, жұмысқа құстай ұшып жеттім. Апай қолыма қалыңдау конверт ұстатты. Ашып қарасам, $1 $. Бөтен елдің ақшасын бірінші рет қолыма ұстағаным сол еді. Жап-жаңа сытыр-сытыр етеді. Біртүрлі бояудың иісі шығады. Қуанғанымнан бастығымды бас салып құшақтай алып, апатай, жақсылығыңызды өмір бойы ұмытпаймын деп жылап қоя бердім. Содан конвертті біресе қалтама, біресе сөмкеме тығып үйге қайттым. Есікті өз кілтіммен ашып үйге, апа, ақша табылды, енді жолға дайындалуға болады деп дабырлай кіргенмін. Ешкім дыбыс бермеген соң түккі бөлмеге өттім. Енем баласының қолын сипап үнсіз жылап отыр екен. Жүрегім су ете қалды. Шалқып тасып өмір сүрген
той думанның төрінде жүрген, осыдан 2 сағат қана бұрын ақша табылғанын, соны алып келуге кетіп бара жатқанымды хабарлағанымда, осыдан аяғыма тұрып кетсем, сені төбеме көтеріп жүремін деген күйеуімнің жанары біртіндеп сөніп бара жатты. Жаны ұшырып жедел жәрдем шақырдым. Одан жүгіріп барып, есік көрші тұратын апайды шақырып келдім. Жедел жәрдем келіп болмады. Келін шырағым, жақындашы, бірдеңе сұрап жатыр ғой деймін, деді көрші атай. Шындығында мен қалай қимылдасам солай қарап көзіме шақырып жатыр екен. Қасына келіп, сәлші жедел жәрдем келе жатыр дедім. Ол көзін жұмып басын шайқады. Көзінің қиығынан бір түйір жас үзіліп, құлағына қарай сырғып бара жатты. Ерні болар болмас қимылдаған соң еңкейіп құлағымды тостым. Кешір, қандай ауыртпалықты болсын үн-түнсіз көтеріп, қанша уақыттан бері тас түйін боп жүрген, ашуланғанда, ұрысқанда көзімнен жас шықпайтын мен бордай үгітіліп, іші бауырым езіліп бара жатты. Жедел жәрдем дәрігерлері жарты сағаттай арпалысқандармен бәрібір ештеңе істей алмады. Сүр қазыны да, қорғанға бару үшін жетпей тұрған ақшаны да мен жоқ кездерде бөлімге үнемі хабарласып тұрғам. Оның тауып берген арада біраз уақыт өткен соң кездейсоқ білдім. Онда да мен Лейла қызым сияқты бір балалардың махаббат бар, махаббат жоқ деген таластарына төрелік айту үшін София апай мысалға келтірген. Жасының үлкендігін пайдаланып бірде одан Ділдәнің басы байлауладым. Сен де балалы шағалысың, несіне әуре боласың деп сұраған екен. София апай ақсары жүзі ду етіп қызарып, жақсы көремін депті. Сосын жақсы көргендердің бірге болуы шарт емес, сол аман болса екен, қиналмаса екен деп тілеп жүремін. Қолымнан келсе көмектесуге тырысамын депті. Және өзінің көмек көрсеткенін білдірмеуді өтініпті. Міне содан бері 15 жыл өтіпті. Ол енді мен мұңдамын. Кейде қалай болады екен деп те ойлап қоям. Бірнеше рет пәтер ауыстырдым. Телефоным өзгерді, бірақ соның барлығында да тауып алып телефон соғып тұрады. Өткенде бір рет сөйлескенімізді жазып алдым. Міне тыңдашы, Ділдә ұялы телефон шығарып бір түймешесін басып қалды. Қалың қалай жаным, жақсы, өзің қалайсың? Жақсымын. Биыл келін түсірдік. Құтты болсын, мен де келінді болдым. Тамаша ғой, қалай, көңілің тола ма? Әрине, сондай сүп-сүйкімді, нәп-нәзік, өзің сияқты екен ғой. Телефонымды диалог үзілген соң Ділдә купедегілерге жағалай көз салып, жастар мұны махаббат деме демейме білмеймін, бірақ мен өмірімдегі ең шынайы, мөлдір махаббат қандай болады деп сұраса, оның маған деген махаббатын айтар едім, деді. Сонда 15 жылдан бері бірде-бір рет кездескен жоқсыңдар ма? Сүйген адам бір-бірін көрмесе тұра алмайды демеуші ме еді деп Шакизат сенбестік білдірді. Тұра алады екен. Сонда ол не, сіздің күйеуіңіз қайтқаннан кейін кездесуге тырыспады ма? Бұлай деп Алма таңдана сұрады. Кездесуге мен қарсы болдым. Күйеуім Қызғырқынның ауылын жағалап жүргенде өзім қалай қиналдым, қалай қорландым десеңші. Басқа ешбір әйел заты менің басымнан кешкенді кешпей-ақ қойсын дедім. Отбасының шырқы бұзылмасын, балалар жаутаңдамасын, досы күліп дұшпаны табаламасын дедім. Оның да соңынан сөз еріп, абырой беделінен айырылмауын ойладым. Бұл да менің оны шын сүйгендігімнің белгісі шығар. Жоқ, мен түсінбедім апа, деді Лейла сөзге араласып. Сіз манадан бері ол, оны деп отырсыз. Аты кім оның? Қандай әдемі ертегі сияқты әңгіме айтып бердіңіз. Страна должна знать своих героев. Атын айтыңызшы. Ділдә терезеден көз алмаған, жүзі нұрлана жымиып, сосын Ләйлаға қарап, баламысың деген, атын қайтайын деп ең. Жарайды, ақыр айтқан екенмін, түгел айтайын. Оның өзі қандай тамаша жан болса, аты да сондай ғажап. Жигули деп даусын әндете сөзді. Кім ол, господи, ол пиваның аты емес пе? Ділдәнің жаңа ғана гүл-гүл жайнап отырған жүзі кенет түнеріп кетті. Көзінде шуақ суық жарқылға айналып, «Ей, не деп отырсың сен? Не тіліңден, не діліңді сақтай алмаған бейшара бала, темекі мен сырадан басқаны білмейсің бе? Саян десе темекі деп, Жигули десе пива деп санаңды шапаттайсың. Мектепте жартып оқымағансың да ғой, біле білсең ол таудың аты», деді қатқыл үнмен. Жолға шыққалы бір шуақты мінезінен, бір айнымаған жаннан мынандай қатты сөздер күтпеген Ләйлә жым болып, қалған екеуі үрпиісіп қалды. Қолайсыз үнсіздікті Ділдәнің сөзі бұзды. Басқа бәле тілден деген шырағым. Сен сөзге жылдан бала екенсің, соңынан да сөз естіп қалып жатырсың. Жарайды, артық кетсем кешір. Жигули деген тау бар екен ғой, мен де білмеуші едім деп жасқаншақтай тіл қатты Алма. Ол қай жерде? Шырақтарым, сендер мектеп мұғалімін қадір кеткен заманда оқыдыңдар ғой, қайдан білесіңдер? Бағана мен Ләйла Саян дегенді
темекінің атауы деуінің бір шоғы сонда жатыр. Дұрысында ол еліміздің шығысындағы әсем таудың аты. Шырақтарым, біздің халық ұл-қызына қойғанда таудай биік болсын, айдай сұлу болсын, гүлдей нәзік болсын деп ырымдап қояды, соны біле жүріңдер. Ал Жегулей Еділ өзенінің бойындағы ежелгі қазыналы тау. Осылай деп әңгімесін аяқтаған Ділдә көпейдегілерге күлімсірей қарады. Жаман адам сырын айтам деп шынын айтады деген апаларыңның сонша ақтарылғанын айып етпеңдер шырақтарым. Өткен өміріміз сендерге өнеге болсын деген тілектен туған ғой. Дұрыс, еш сөкеті жоқ деп Сәкизат бірінші тіл қатты. Өзің әңгімеші екенсің ғой құрдас, да классына мен туралы Апашканың ертегісіндей тыңдадым деп Ләйла да қоштап қояды. Әңгіме жол қысқаратады деген рас екен. Шуға келіп қалғанымызды білмейді қалдық, деді Алма терезеге үңіліп. Енді білдім. Адамдар ал деп шулап жүгіріп жүрген соң станцияның атын солай қойған ғой деп Ләйла жерден жеті қояндай тапты. Ділдә, апа, солай ма? Ділдә басын шайқап күлді. Саған дауа жоқ екен. Олай емес. Ертеде осы өңірде елінің қорғаны болған Шу атты батыр өмір сүріпті дей бербеді. Алма апасына қиыла қарады. Ділдә апа, тағы бір тамаша әңгіме басталғалы тұр екен. Оны пойызымыз жүрген соң айтыңызшы. Қазір жерге түсіп ауа жұтып келейік. Ол да жөн екен балам, жүріңдер. Қасиетті жердің саф ауасымен тыныстайық. Осылай десіп, арада өткен 3-4 сағат сол кезде айтылған жүрек тебірентер әңгіме жақындастырып, туыстарын жібергендей болып көпедегі төртеу қаздай тізіліп сыртқа беттеді.